Мені кешірші. Өтінемін, кешірші мені. Менің басқа амалым болмады. Шынымен де басқа жолым болмады. Мен сені жіберіп қоя алмадым, оя құрбысымен бұл көріністі көріп шок болады. Таңғалып қалады. Рейхан операцияның үстінде оянды. Рейхан ханым, сабырға келіңіз. Мен сізге ота жасатпайтынымды айттым. Мен сізге айттым ғой. Мені жіберіңіз. Сіздің істеп жатқаныңыз қылмыс. Егер мен оянбаған болсам ше. Мені жіберіңіз. Мен кеткім келеді. Рейхан ханым, сабырға келіңізші. Тыңдаңызшы, әңгіме сіздің өміріңіз туралы болып отыр. Өтінемін. Білемін, сіздің қайта-қайта айтып отырғаныңызды мен әлдеқашан естідім. Мұны енді естігім келмейді. Менің рұқсатымсыз мұндайды қалай істей аласыз? Біз сіздің күйеуіңізден рұқсат алдық. Сіздің орныңызда басқа кез келген адам дәл солай істер еді. Әмір, өзіңді қолға ал. Хикмет, сенің осылай жатып қалғаның үшін шүкірде. Мұрынды осы төрт қабырғадан әрі сұға алмай жатқаның жақсы болды. Әйтпесе өз келініңнің қандай ақымақтыққа барғанына куә болар едің. Асыраушы, шынымды айтсам, сен бұған шыдай алмас едің. Бірден жүрек талмасынан өліп кетер едің. Өзің түсініп тұрғандай қымбатты Хикмет, сенің осы асыраушың өз-өзін құртады. Менің әйелім бұл баланы дүниеге әкелгісі келеді, енді мен әрдайым оның жанында боламын. Тыңдаңыз, мен сізге басынан бері айтып келе жатырмын. Бұл өте маңызды мәселе. Қабылдаған шешіміңізді жақсылап ойластырдыңыз ба? Біз көп ойландық, Севда ханым. Біздің шешіміміз түпкілікті. Мен қандай құрбы болғаным? Берілмеу керек. Бәріміз бірге бір амалын табамыз. Қайғырма, менің одан басқа ешкімім жоқ. Ешкімім жоқ. Ол менің әпкем, менің құрбым. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Сенің бойыңда бір тамшы да ақыл қалдырмаймын. Ібіліс Жавидан есінен адасқан Жавиданға айналады. Кешір, бірақ сен аздап ақылдан адасасың. Көрпені сүйреп әкетеді жеміре, не болып жатыр? Сенсіз өтірікпен ашумен өмір сүру қиын. Сен, маған сенім арт дедің, бірақ сен осылай кетіп қалдың. Өйткені сен маған өтірік айттың. Сен қалай ғана бұлай істей алдың? Өлімге бара жатқаныңды біле тұра, маған қарап күліп, менімен бірге армандар құрдың. Көзіме қарап тұрып, қалай ғана менен? Бізден? Соншалықты оңай бас тарта алдың. Рейханың өлімінен кейін Әмір оның заттарын лақтырды. Бұл сенің балаң. Рейхан оны саған аманаттап тапсырды. Не қарап тұрсың? Осы қырсықтығыңды қой енді. Қабылдайсың ба, жоқ па, бәрібір бұл сенің балаң. Оның анасы оны тастап кетіп қалды. Оның анасы. Жарайды, мүмкін анасы оны тастап кеткен шығар. Ал сен де оны тастап кетесің бе? Нарин Рейхан мен Әмірдің баласына қарайды. Жавидан түрмеде қиналып жүр, өз қателігін түсінді. Жавидан машина астына түспекші болды, бірақ оны Фериде есімді қыз құтқарып қалады.